15 ғасырдың 90 жылдары Әбілқайыр ханның немересі Мұхаммед Шайбани Сырдария мен Түркістан қалалары үшін күресте бұрындық пен Қасымнан жеңіліс тапқаннан кейін туған Дешті Қыпшақтан кетуге мәжбүр болды. Барынан айырылған Мұхаммед Шайбани жан сақтау үшін сол кездегі Самарқандты басқарған Әмір Темірдің шөбересі Сұлтан Ахметтің дәргейіне қызметке тұрады. Мұхаммед Шайбани Самарқандта пайда болған сәтте бүкіл орталық Азияда Әмір Темірдің ұрпақтары арасында тақ үшін талас жүріп жатты. Темір империясындағы тұрақсыздық, азаматтық соғыс Мұхаммед Шайбаниді тақ үшін күресте өз бағын сынап көруге итермеледі. Оның үстіне Шыңғыс ханның тікелей ұрпағы ретінде оның хан атануға барлық құқығы бар еді. 1497 жылы Ахмет, Махмуд, Байсұңқар сұлтандар қайтыс болғаннан кейін Мұхаммед Шайбанидің Мәуереннахр мен Хорасан тағы үшін күрестегі негізгі қарсыласы Әмір Темірдің тікелей ұрпағы жас Бабыр ханзада болады. Шет жерде үлкен әскері мен қолдауы жоқ Мұхаммед Шайбани жеңіске жету үшін мықты одақтас қажет екенін түсінді. Ол өзінің туған бөлесі өте ықпалды Қасым сұлтанға жүгінуге шешім қабылдайды. Ол уақытта Қасымның орталық Азияның саяси алаңындағы ықпалы, құдіреті күшті болды. Алайда қазақ ұлысының ресми ханы бұрындық еді. Қасымның Түркістан соғысындағы жетістіктерінің арқасында беделі айтарлықтай өсті. Көптеген қазақ сұлтандары мен билері Қасымды қолдады. Себебі Қасым өте ақылды саясаткер әрі қабілетті қолбасшы еді. Жорықтардағы үлкен жетістіктер мен Моғолстан, Темір мемлекеттеріне қарсы жүргізген ұтымды саясаты қазақ ақсүйектері тарапынан үлкен қолдау тапты. Бұған қоса, Қасым сұлтан үлкен экономикалық және әскери ресурстарға ие еді. Түркістан уәлаятының көптеген қалаларын басып алғаннан кейін Қасымның ұлысы кеңейіп, сыр бойындағы көптеген экономикалық маңызы бар шаһарлар Қасым мен оның бауырларына қарай бастады. Түркістан қалаларындағы сауда-саттық пен салықтан түсетін табыс Қасым сұлтанға үлкен экономикалық мүмкіндіктер мен ресурстар сыйлады. Сонымен қатар, Қасым сұлтанның қарамағындағы халық пен бағынышты рулар саны күннен күнге көбейе берді. Халықтың көп болуы және қалалардағы сауда мен салықтан түсетін қаражат Қасымға үлкен кәсіби әскер жасақтап, орталық Азияның саяси істеріне араласуға мүмкіндік берді. Мұхаммед Шайбанидің Қасымға үндеу хаты келесідей жолдардан басталады. Күн сәулесі сияқты жарқын жүзді, Шыңғыс қағанның тәжі мен тағының мұрагері, Дешті Қыпшақ ханы Қасым, ұлы дала ханы мен Шыңғыс ханның мұрагері Қасым. Осы уақытқа дейін Шыңғыс ұрпақтарының ұлылығы мен құдіреті тағдыр пердесінің артында жасырынып келді. Осы кезеңнен бастап, бұл әулеттің ұлылығын, күш құдіретін қымтаған қара түнек күн сәулесі сияқты жарық нұрға ауысады. Құдай қалап, Шыңғыс ұрпақтары жақын арада Сайыпқыран ұрпақтарына тиесілі Түркістан жерлерін қайтарып ала алады. Бір Алланың қалауымен және сіздің көмегіңізбен жеңіске жетсем, ант етемін, ұлы Қасым ханның атынан дұғалар оқылып, оның есімі менің атымнан жоғары тұратын болады. Мұхаммед Шайбани хан, 15 ғасырдың соңы. Осы хат арқылы Мұхаммед Шайбани өзінің Қасымға мұқтаж һәм бағынышты екенін ашық мойындайды. Қасым хатты оқығаннан кейін Шайбанидің өтінішіне оң жауап қатады. Қасымның мұндай әрекеті келесідей себептермен түсіндіріледі. Біріншіден, Мұхаммед Шайбани мен Қасым өте жақын туыстар еді. Өйткені олардың аналары туған апалы сіңілі еді. Яғни екеуі туған бөлелер боп саналды. Екіншіден, Қасым Дешті Қыпшақтағы билігін сақтау үшін Мұхаммед Шайбанидің назарын басқа бағытқа аудару керектігін жақсы түсінді. Егер Мұхаммед Шайбани Мәуереннахрдың ханы болса, онда ол Қызылбастардың билеушісі Исмаил біріншімен соқтығысуы керек еді. Себебі Исмаил шах та Темір мемлекетіне қарайтын Хорасан аумағын басып алуды көздеді. Және де ерте ме кеш пе Мұхаммед Шайбанимен қақтығысуы заңды еді. Үшіншіден, өзінің туысын Мәуереннахр тағына отырғызу арқылы Қызылбастардан және басқа елдерден келетін қауіпті алдын алуды ойлады. Егер де Қызылбастар елі күшейсе, Мәуереннахр мен Хорасанды жаулаумен тоқтап қалмас еді. Ары қарай Түркістан аумағын алуға тырысатын еді. Содан 1501 жылдың жазында 8000 адамнан тұратын іріктелген қазақ батырлары Мұхаммед Шайбанидің қосынымен бірігеді. Қазақ жасақтарына өз жауынгерлерін қосып, 16000 әскермен Темір ұрпақтарына қарсы күресті бастайды. 1505 жылы
Захириддин Бабырмен болған шешуші шайқаста жеңіске жеткеннен кейін Самарқанд тағына отырады. Содан кейін үлкен әскер жасақтап Мәуереннахр мен Хорасанды жаулауды жалғастыра береді. 1503 жылы ол Ташкент пен Шахрухия қалаларын жаулап алды. Осы қалалардың билеушілері етіп атасы Әбілқайыр ханның тоқалы Рабия Сұлтан бегімнің ұлдарын тағайындады. Мәуереннахрдан нық орныққаннан кейін Мұхаммед Шайбани Хорезм қалаларын жаулауға кірісті. 1505 жылы алғаш болып 6 айлық қоршаудан кейін Үргеніш қаласы құлады. Ал 1507 жылы ол Хорасанға әскери жорық жасады. Азаматтық соғыс болып жатқан Хорасанды еш қиындықсыз жаулап алды. Содан Гераттың әскері жеңіліп, қала аяусыз тоналды. Осылайша Герат ірі экономикалық, саяси және мәдени орталық ретінде бір жолата маңыздылығын жоғалтты. Хорасанды басып алу арқылы Шайбани хан бүкіл Орта Азияны Самарқандтың айналасында аймақтың біртұтас мәдени және саяси орталығы ретінде біріктірді. Осылайша 1500 және 1509 жылдар аралығында бүкіл Мәуереннахр, Хорезм және Хорасанды қамтитын Шайбанилер мемлекеті пайда болды. Алайда Хорасан мен Бадгиске жорығынан кейін Мұхаммед Шайбани хан Қасымға берген уәдесінен айнып, өзінің Қасымға бағынышты екенін ұмытып, қыр көрсете бастады. Ол төленбеген салықты себеп қылып, тиын шығарғанда Қасымның есімін тиынға жазбай, оған берген уәдесінен тайқып кетті. Бұл оқиғадан кейін Шайбани хан Қасымның елшісіне берген жауабында Қасым ханның атымен дұғалар оқылғанының өзі жеткілікті екен, және ол тек көмек қолын созған үшін деп дөрекі жауап берді. 1503-1505 жылдары қазақтардың Түркістан қалаларына шабуыл жасауынан қорқып, қазақ ұлыстарына екі өте сәтті тонау жорықтарын ұйымдастырады. Қазақ ауылдарын тонап, қиратып, Самарқандқа үлкен олжамен оралады. Өзінің туысының мұндай опасыздығы Қасымның ашуын туғызады, және ол Мұхаммед Шайбанидың қас жауы жас Бабыр ханзадаға көмек беруге шешім қабылдайды. Бабыр 1501 жылы Шайбани ханның әскерінен жеңіліс тапқаннан кейін 100 адамнан тұратын шағын жасақпен Кабулдағы темір иеліктеріне қашып кетеді. 1501-1502 жылдары Кабулды Бабырдың немере ағасы Әбдіразақ басқарған болады. Бірақ 1503 жылы Әбдіразақтан Мұхамбек есімді Кабул ақсүйектерінің өкілі тақты тартып алады. Кабулды жаулап алу үшін Бабырға үлкен әскер мен күшті одақтас қажет болды. Бірақ көрші мемлекеттердің барлық дерлік билеушілері Бабырмен дұшпандық қарым-қатынаста еді. Бабырға деген дұшпандық ниеті жоқ, және мүдделері сәйкес келген тек Қасым сұлтан ғана еді. Содан 1504 жылы Бабыр Қасымнан Кабулды жаулап алу үшін әскер бөлуін сұрайды. Қасым Бабырдың өтінішіне оң жауап қатып, әскер бөліп береді. Қасымның мұндай шешімі мынадай себептермен түсіндіріледі. Біріншіден, Қасым сұлтан Бабырға көмектесу арқылы күн сайын күш алып жатқан және қазақ ауылдарына жиі шабуыл жасап тұратын Мұхаммед Шайбаниге қарсы қоюды ойлады. Екіншіден, Қасым Сефевилер империясынан келе бастаған барлық қауіпті жақсы түсінді. Себебі Исмаил шахтың билігі күннен күнге күшейіп, оның әскері орталық Азияға біртіндеп жақындай берді. Сол үшін тез арада қызылбастарға қарсы қоюға болатын буферлік мемлекет құру қажеттілігі тұрды. Бұл жаңа мемлекеттің билеушісінің рөліне Бабыр ханзада толық сәйкес келді. Бір сөзбен айтқанда, Қасымның бұл саясаты орталық Азия аймағындағы қауіпсіздікті белгілі бір деңгейде сақтай отырып, кейбір елдердің қатты күшеймеуін болдырмау болатын. Сонымен 1504 жылы Қасым Бабырға көмек ретінде 5000 сарбаздан тұратын әскер жіберді. Сол жылы осы әскермен Бабыр Кабулды еш қиындықсыз басып алды. Және де темір мемлекетінің басқа да жерлерін бағындыру арқылы өз иелігін кеңейте бастады. Осыдан кейін Қасым жоспарлағандай Мұхаммед Шайбани қазақ хандығын өз жайына қалдырды. Ал Қасым мен Бабырдың арасында достық қарым-қатынас орнап, Бабыр оған үлкен сый-сияпат жасады. Тіпті өзінің уәкіл әкесі ретінде мойындады. 1506, 1509 және 1510 жылдары Мұхаммед Шайбани бұрындық ханның, Жаныш сұлтанның және Қасым сұлтанның ұлыстарына бірнеше жорық жасайды. Ал 1506 жылы Қасым мен оның ағаларының ұлыстарына тонау, қирату жорығын жасап, үлкен олжамен Самарқандқа оралады. Бұдан кейін Мұхаммед Шайбанимен есебін түгендеу үшін Қасымның інісі Жаныш сұлтан 30 000 әскермен Самарқанд пен Бұқараға тонау жорығын ұйымдастырып,
үлкен олжамен өз ұлысына оралады. Содан 1509 жылы Мұхаммед Шайбани хан Қазақ хандығына Жаныш сұлтанның ұлысына 3-ші рет жорық ұйымдастыруға мәжбүр болады. Ұрыс даласында Мұхаммед Шайбанидің 40 мың адамнан тұратын әскері Жаныш сұлтанның 30 мыңдық жасағымен кездеседі. Шайқас Жаныштың толық жеңілуімен және ұлысының тоналуымен аяқталады. Шайбани ханның 3-ші жорығы кезінде Бұрындық хан Қасымның бауырларының ұлысына шабуыл болатыны туралы ақпаратты білсе де, қажетті әскери көмек көрсетпейді. Керісінше бұл жерлерді қалдырып, ұлымен бірге шегініп кетеді. Ханның бұл әрекеті оның бүкіл қазақ қоғамындағы беделін айтарлықтай төмендетеді. Осы сәттен бастап Қасымның айналасына барлық саяси күштер жинала бастайды. 16 ғасырдың басында Қазақ хандығы батыста Арал теңізіне дейін, шығыста Зайсанға дейінгі аймақта нық орныққан болатын. Қазақ хандығы көрші хандықтарға қарсы әскери іс-қимылдар жүргізіп, үздіксіз кеңею үстінде еді. Қазақ ұлысының оңтүстігінде Мұхаммед Шайбани басқарған Шайбан мемлекеті, оңтүстік шығысында Шағатай ұрпақтары билеген Моғолстан, солтүстікте Тайбұға ұрпақтары басқаратын Сібір хандығы болса, батысында Едіге ұрпақтарының қолындағы қуатты Ноғай ордасы орналасты. Жалпы бұл кезеңдегі Еуразия даласындағы саяси жағдай өте күрделі болды. Бұрынғы жошы ұлысының территориясында пайда болған Қырым, Астрахан, Қазан, Үлкен Орда, Қазақ, Ноғай хандықтары бір-бірімен тоқтаусыз ұрыстар жүргізіп, әр билеуші жеке дара билігін барынша күшейтуге тырысты. Батыста Қырым хандығы күшейіп, Үлкен Орданы талқандаса, шығыс Дешті Қыпшақта Қасым иелігіндегі Қазақ хандығы Ноғай мен Сібір хандықтарын ығыстырып, үнемі кеңею үстінде болды. Қырым ханы Менгілей Герей де, Қазақ хандығының билеушісі Қасым Сұлтан да бұрынғы қуатты Алтын Орданы қайта құрып, Дешті Қыпшақта жеке дара билеуді ойлады. Екеуі де 92 баулы Қыпшақ руларын қайта біріктіріп, Сарай Беркедегі Сайын ханның алтын тағын иеленуді мақсат тұтты. Осы себептен көрші хандықтарға қарсы жаулаушылық соғыстар жүргізді. 1502 жылы қырымдықтар Ахмет ұрпақтарын ойсырата жеңіп, Үлкен Орданы басып алады. Оған қоса, Ноғай һәм Астрахан хандықтарына шабуыл жасап, оларды шығысқа қарай ығыстыра береді. Ал 1503 жылы Қасым мен Бұрындық ханның қосыны Ноғай мырзалары бастаған Маңғыт әскерін талқандап, ноғайларды Жайық өзенінің оң жағалауына, астанасы Сарайшыққа қарай жылжуға мәжбүр етеді. Аталмыш жорық нәтижесінде қазіргі Маңғыстау, Ақтөбе өңірлері Қазақ хандығына қосылып, хандықтың шекарасы Каспий теңізіне дейін жетеді. Осылайша 16 ғасырдың басында Ноғай ордасы күрделі саяси тоқырауға тап болды. Шығыста Қасым бастаған қазақтар оларды батысқа қарай ығыстырса, батыста Қырым ханы Мәңгілі Герей Ноғай ордасына жойқын шабуылдар жасап, Маңғыт билерінің берекесін қашырды. 1508-1511 жылдары көптеген Ноғай рулары мен ақсүйектері Қасымның жағына өтіп, қазақ атауын алады. 1508 жылы Қасым Сұлтан Ноғай мырзаларына қарсы кезекті жорыққа дайындықты бастайды. 30 мың адамнан тұратын әскер жасақтап, Ноғай ордасының шығыстағы еліктеріне басып кіреді. Ноғай мырзаларының әскерін талқандап, астанасы Сарайшық қаласын бағындырады. Нәтижесінде Қазақ хандығының жері Жайық өзенінің сол жағалауына дейін жетеді. Ал Ноғайларға батысқа, Еділге қарай ығысуына тура келеді. Қасымның манағы жеңісінен кейін көптеген Маңғыт тайпалары Қасымның, яғни қазақ хандарының билігін мойындап, қазақ атанады. Сонымен қатар 1508-1511 жылдары қазақ рулары солтүстікке қарай ығысып, қазақ хандығына қазіргі Қызылжар, Баянауыл, Торғай аймақтары қарай бастайды. Жалпы сол кездегі пост алтын ордалық хандықтар этникалық құрамы мен этникалық ерекшелігі жағынан бір тұтас болған. Бұрынғы алтын орданың негізгі халқы 92 түркі руынан құралатын. Бұл тайпалар бірігіп, алтын орданың негізгі халқын құрайтын. Өзбек ханнан кейін алтын орда халқы 92 баулы өзбек немесе 92 баулы қыпшақ деп атала бастады. Ұлы ұлыстың негізін құраған тайпаларға Арғын, Қыпшақ, Қатаған, Найман, Керей, Жалайыр, Қоңырат, Алшын, Қият, Барын, Мың, Жүз, Маңғыт, Қырық, Сарай, Меркіт, Барлас және тағы да басқа 90-ға жуық ру тайпалар кірген. Мәселен, Қазақ хандығы құрылғанда алғашында оның құрамына Арғын, Қыпшақ, Найман, Керей, Жалайыр тайпалары кірсе, дәл сол уақыттағы Қырым хандығының этникалық негізінде Арғын, Қыпшақ, Маңғыт,
Қырық, Барын, Ширин сияқты түркі рулары құраған. Мына суреттен Қырым түбегіндегі тайпалардың орналасу аймағын көре аласыздар. Ал Жошы ұлысы құлағаннан кейін манағы 92 баулы Қыпшақ рулары әртүрлі хандықтардың құрамына еніп бөлініп кетті. Хандықтардың атауы оны құрайтын рулардың этникалық ерекшелігіне байланысты емес, сол ұлыстың билеушілерінің есімімен аталатын. Ол уақытта қазақ, ноғай, өзбек атаулары ұлттың не жеке дара халықтың атауы емес, жай ғана саяси термин ретінде қолданылды. Мәселен, бұрынғы Алтын Орданың құрамына кірген кез келген ру тайпа Қасымның билігін мойындаса, онда қазақ, өзбек атауын алатын. Ал егер ноғай бектеріне бағынса, сәйкесінше ноғай атын иеленетін. Яғни ол кездегі қазақ, өзбек және ноғай атаулары жеке дара ұлттың аты емес, белгілі бір рудың қай билеушіге бағынатындығын айқындайтын саяси терминдер. Сол сияқты егерде Арғын немесе Қыпшақ тайпасы Қасымға бағынса, қазақ атанатын. Шайбани ханның билігіне мойынсұнса, өзбек атын еншілейтін. Ноғай, Қырым, қазақ хандықтарын құрайтын рулардың этникалық жағынан ешқандай айырмашылығы болмаған. Аталмыш хандықтарды құрайтын рулар бұрынғы ортақ Алтын Орданың ұлты халқы. Салыстырмалы түрде қазақ хандығын құрайтын рулар мен ноғай ордасын құрайтын тайпалардың діні, тілі, дүниетанымы бірдей болған. 1509 жылғы Мұхаммед Шайбанидың Жаныш пен Бұрындықтың ұлыстарына жорығынан соң, қазақ хандығының ресми ханы Бұрындықтың абырой беделі айтарлықтай төмендеді. Аталмыш жорық іс жүзінде Бұрындықтың қазақ ханы ретіндегі уәкілеттілігінің түбегейлі аяқталуына алып келді. Осы оқиғадан кейін барлық билер мен мырзалардың ханнан көңілі қалып, Бұрындыққа қарағанда жорықтарда үлкен жетістіктерге жеткен бас қолбасшы Қасым Сұлтанға көңілі ауа бастады. Сонымен 1509 жылғы қазақ ханы Бұрындықтың шайбанилерден жеңілісі ханның онсыз да шатқаяқтап тұрған билігіне нүкте қойып, бар биліктің Қасымның қолына өтуіне себепші болды. Бұрындықтың билігінің бұлай сәтсіз аяқталу себебі тереңде жатыр еді. Бұл Қасым Сұлтанның соңғы 15 жылдағы Бұрындыққа қарсы жүргізген астыртын саясатының нәтижесі еді. 1480 жылдары Қасымның әкесі Жәнібек хан дүние салғаннан кейін ол билікті қолына алып хан атануды ойлады. Бірақ ресми хан Бұрындық болғандықтан заң бойынша Бұрындыққа қарсы шыға алмады. Ал Бұрындықтан билікті әскери жолмен тартып алу өте қауіпті әрі тәуекелі мол қиын іс еді. Бұрындық хан өзі батыр әрі қолбасшы болғандықтан дала батырлары арасында абырой беделі зор болды. Яғни бүкіл қазақ батырлары, сәйкесінше қазақ әскері Бұрындыққа бағынады. Мұндай жағдайда Бұрындыққа қарсы әскери көтеріліс жасау саяси сауатсыздық саналды. Сондықтан Қасым Сұлтан өзінің билігі мен беделін күшейтуге және Бұрындықтың саяси күш-қуатын азайтуға бағытталған құпия саяси ойындар жүргізе бастады. Өткен бөлімде айтқандай, ең алдымен Қасым Сұлтан өзінің бөлесі Мұхаммед Шайбанимен одақ құрады. Туысынан көмек сұрап келген Шайбанидың бетін қақпай, оған қолдау көрсетеді. Шайбани хан жеңіске жеткен жағдайда Қасымға бағынатынын, оның атымен тыйым басып шығаратынын айтып, Қасымға уәде береді. Оған қоса Темір ұрпақтарына тиесілі Түркістан уәлаяты қалаларын Қасымға қайтаратынын айтады. Қасым өзінің туысы Мұхаммед Шайбаниді Самарқан тағына отырғызу арқылы Мәуереннахрда үлкен саяси күшке ие болып, Темір мемлекетін өз уысында ұстауды ойлады. Және де өзіне бағынышты бөлесін Бұрындыққа және басқа да Орта Азия билеушілеріне қарсы қолдануды мақсат тұтты. Сонымен қатар, туысы Шайбани басқаратын Орта Азия қалаларын экономикалық тірекке айналдыру арқылы батысқа, Ноғай ордасына жорықтар жасауды көздеді. Ішкі саясатта Қасым Сұлтанның бұл саяси амалдары рулар арасындағы жеке абыройын арттыруға және Бұрындықтың беделін түсіруге бағытталды. 1501 жылдың жазында Мұхаммед Шайбаниді 10 мыңдық әскермен жасақтап Мәуереннахрға, Бұхараға аттандырады. Осы әскермен Мұхаммед Шайбани Темір ұрпақтарына қарсы күресті бастайды. 1501 жылы Захириддин Бабырмен болған шешуші шайқаста жеңіске жеткеннен кейін Самарқанд тағына отырады. Мұхаммед Шайбани Самарқандты алғаннан кейін үлкен әскер жасақтап 1503 жылы Ташкент пен Шахрухия қалаларын жаулап алды. Мәуереннахрда нық орныққаннан кейін Шайбани хан Хорезм қалаларын жаулауға кірісті. 1505 жылы алғаш болып 6 айлық қоршаудан кейін Үргеніш қаласы құлады. 1507 жылы ол Хорасанға әскери жорық жасап, азаматтық соғыс болып жатқан Хорасанды еш қиындықсыз жаулап алды.
Содан 1507 жылы Шайбани хан Мәуереннахр мен Хорасанды біріктіріп, Шайбанилер мемлекетін құрды. Мұхаммед Шайбани хан Темір мемлекетін жаулап алғаннан кейін Орта Азияда үлкен саяси экономикалық күшке ие болды. Алайда Хорасан мен Бадгиске жорғаннан кейін Мұхаммед Шайбани хан Қасымға берген уәдесінен айнып, Қасым сұлтанға қыр көрсете бастады. Ол төленбеген салықты себеп қылып, тиын шығарғанда Қасымның есімін тиынға жазбай, оған берген уәдесінен тайқып кетті. Шайбанидың алғысыз әрекетіне ызаланған Қасым ұлы Әбілқайырды бірнеше түмен әскермен жасақтап, Бұхараға Шайбан иеліктеріне жорыққа аттандырады. Әбілқайыр сұлтан Шайбан хан иеліктеріне бірнеше тонау жорғын жасап, мол олжамен қайтып оралады. 1507 жылы Шайбани хан Қасымға бағынудан бас тартқаннан кейін, Қасым оны бұрындыққа қарсы қолдануды ойластырады. Ең алдымен, жоғарыда айтқанымыздай, Қасым ұлы Әбілқайырды бірнеше түмен әскермен Ташкент, Шахрухия, Бұқара қалаларына жорыққа аттандырады. Әбілқайыр сұлтан Түркістан, Ташкент, Бұқара қалаларына тонау жорығын жасайды. Әбілқайырдан бөлек 1509 жылы Қасымның інісі Жаныш сұлтан да Бұқараға жорық жасайды. Осы әрекет арқылы Қасым сұлтан Шайбаниді қазақ жеріне бұрындыққа қарсы жорық жасауға итермелейді. 1506-1509 жылдардың ішінде Мұхаммед Шайбани қазақ хандығына, әсіресе Бұрындық хан мен Қасымның бауырларының иеліктеріне бағытталған бірнеше ірі жорықтар ұйымдастырады. Ал Қасым болса, Мұхаммед Шайбанимен тікелей соқтығыспауға тырысып, Бұрындық ханнан өзін алшақ ұстайды. Өзі Сібір мен Ноғай хандықтарына қарсы бірнеше жорықтар жасап, жеңіске жетеді. Осы жорықтардағы жеңіс арқылы қазақ хандығының жерін кеңейтіп, ақсүйектер мен халық арасындағы абырой беделін арттырады. 1506-1509 жылдардағы Шайбани ханның қазақ еліне жасаған бірнеше жорығы өте сәтті болды. Мұхаммед Шайбани бұрындықтың әскерімен бірнеше рет соқтығысып, үлкен жеңістерге жетеді. Бұрындықтың осындай ірі жеңілістерге ұшырауы оның билер мен батырлар арасындағы беделін едәуір түсіріп жібереді. Қазақ ауылдарының жиі тоналуы, ханның ірі жеңілістерге ұшырауы қазақ ақсүйектерінің Бұрындық ханға деген наразылығын тудырады. Тіпті кейбір әмірлер ханға бағынудан бас тартады. Ал Қасым Ноғай ордасы мен Сібір хандығына қарсы шайқастар өткізіп, жеңіске жетеді. Бұл өз кезегінде Қасым сұлтанның батырлар арасындағы абыройын еселейді. 1510 жылы Мұхаммед Шайбани Сефевилер мемлекетіне қарсы жорық қарсаңында Ұлытауға, ендігі кезекте Қасымның ордасына шабуыл жасауды жоспарлайды. Қасымды әлсірету арқылы солтүстіктегі Түркістан аймағына қазақтардан төнетін қауіпті алдын алуды көздейді. Осы жылдың ақпан-қаңтар айларында Шайбани хан жер қайыстырар қалың қолмен Созақ, Ұлытау аймақтарына қарай бағыт алады. Мұхаммед Шайбанидың жүрісі туралы ақпаратты иемденген Қасым алдағы шайқасқа дайындықты бастайды. Ақыры 1510 жылдың ақпан айында Ұлытау өңірінде Қасым сұлтанның әскері мен Мұхаммед Шайбанидың қосыны арасында қанды шайқас өтеді. Шайқас Қасымның пайдасына шешіліп, Мұхаммед Шайбанидың әскері ойсырай жеңіледі. Аталмыш шайқас нәтижесінде Шайбани ханның әскері үлкен шығынға ұшырайды. Қасым болса, шегініп бара жатқан Шайбан әскерін Сыр өңірінен қуып шығады. Шайбани ханның Ұлытаудағы жеңілісі оның әскерінің әлсіреуіне және алдағы уақытта Исмайыл шахқа қарсы Мерв түбіндегі шайқаста жеңіліс табуына алып келеді. Кейіннен дәл осы Мерв түбіндегі шайқаста Мұхаммед Шайбанидың өзі ерлікпен қаза табады. Ал Қасым сұлтан сайрамда тоқтап қалмай, Түркістандағы Шайбан иеліктеріне жорығын жалғастырады. Түркістан уәлаятына жорығы нәтижесінде Ясы, Отырар, Тараз сияқты ірі экономикалық маңызы бар қалалар қазақ хандығының құрамына өтеді. Қасымның әскері Сыр бойындағы Ташкенге дейінгі барлық қалалар мен елді мекендерді жаулап алады. Қасым сұлтан осындай ерлікке толы ірі әскери жетістіктерінің арқасында рубасылар мен ақсүйектер тарапынан үлкен қолдау табады. Қасымның ұтымды саясаты мен әскери жетістіктеріне тәнті болған мырзалар мен әмірлер оны бүкіл қазақтың ханы ретінде мойындап, айналасына топтаса бастайды. Соңғы 15 жылдағы Қасымның ішкі һәм сыртқы саясаттағы ұтымды шешімдерінің арқасында қазақ хандығының жері кеңейіп, халықтың Қасымға деген ықыласы артады. Қасымның бұл саяси әрекеттерінің нәтижесінде біріншіден қазақ хандығы оңтүстікте Ташкенге дейін, солтүстікте қазіргі Омбыға дейін, батыста Жайықтың сол жағалауына дейін кеңейіп, Ноғай ордасының астанасы Сарайшық қаласын басып алады. Екіншіден, Қасымның рулар арасындағы ықпалының өсуіне байланысты Бұрындық хан билігінен айырылып, Самарқанға қуылады. Үшіншіден, қазақ хандығы экономикалық тұрғыдан өте маңызды Ясы, Отырар, Сайрам,
Тараз қалаларын жаулап алады. Оған қоса Дешті Қыпшақтағы Қасым билігіне әжептәуір қауіп төндірген Мұхаммед Шайбаниді түбегейлі әлсіретеді. Шайбанидың Қасымнан жеңілісі оның сефевилерге қарсы соғыста ажал құшуына әкеледі. Қасымның сыртқы саясаты жошы ұлысын, яғни Алтын Орданы қайта біріктіруге бағытталды. Сондықтан ол Сібір, Ноғай, Шайбан хандықтарына қарсы әскери іс-қимылдар жүргізіп, өзінің билігін бүкіл Дешті Қыпшаққа жаюға тырысты. Бір 1510 жылы Қасым ханның Ұлытау түбіндегі шайқаста Мұхаммед Шайбани әскерін тас-талқан етіп жеңуі бүкіл Дешті Қыпшақта оның беделінің өсуіне алып келді. Бұрындық хан бар билігінен айырылып Мауреннахрға қуылғаннан кейін қазақ ұлысындағы бар билік Қасымның қолына көшеді. Алайда билік Қасымның қолына өткенімен ресми түрде қазақ ұлысының ханы ретінде бұрындық болып қала берді. Қасым ханның билікке келуі қазақ хандығының оңтүстіктегі негізгі қарсыласы Мауреннахрдың саяси өміріндегі өзгерістермен қатар жүрді. 16 ғасырдың басында Сефевилердің басшысы Исмаил I қазіргі Әзербайжан аумағындағы Ширваншах мемлекетінің астанасы Баку қаласын басып алады. Ал 1501 жылы қазіргі Иран аумағындағы Тебриз қаласын басып алғаннан кейін барлық қызылбас тайпаларын біріктіріп, өзін Иран мен Әзербайжанның шахин-шахы етіп жариялайды. Осылайша шииттік ислам бағытындағы жаңа Сефевилер мемлекетінің негізін қалайды. Бұдан кейінгі жылдары аз уақыт ішінде Иран, Хорасан аймақтарын бағындырып, шығыста Үндістанға шықса, солтүстікте Шайбанилер мемлекетіне дейін жетеді. 1503-1507 жылдары Мұхаммед Шайбани хан Қасым сұлтанның қолдауымен бүкіл Мауреннахр мен солтүстік Хорасанды басып алып, Шайбанилер мемлекетін құрады. Шайбанилер Хорасанның солтүстігін жаулап алғаннан кейін ерте ме кеш пе Исмаил біріншімен қақтығысуы керек еді. Содан 1507-1509 жылдары Мұхаммед Шайбани мен Исмаил шах бір-бірімен өте дөрекі формада хат алмасады. Екі жақтың діни көзқарасы қарама-қайшы болғандықтан бір-бірін кәпір, дінсіз деп айыптайды. Себебі Исмаил шах ислам дінінің шииттік бағытын ұстанады. Ал Мұхаммед Шайбани болса, Орта Азияда кең тараған исламның сунниттік бағытында еді. Исмаил шах шиизмді Сефевилер мемлекетінің ресми идеологиясы етіп жариялағаннан кейін шахтың иеліктерінде сунниттік бағыттағы мұсылмандарды қудалау белең алды. Хат алмасу барысында Мұхаммед Шайбани хан Исмаил шах ұстанатын шииттік исламды бүлікшілер жол деп айыптап, сунниттік исламға қайтуға шақырады. Шайбани хан Исмаил біріншіге өзінің Шыңғыс тұқымынан екенін және бұрынғы Темір мемлекетінің жерлерін заңды түрде билеуге құқығы барын алға тартады. Исмаил шах пен Шайбани хан арасындағы соғысқа екі билеушінің Хорасан аймағына деген таласы да себеп болды. 1507 жылы Шайбани хан Хорасанның солтүстігін жаулап алғаннан кейін Сефеви мемлекетінің Хорасандағы бекіністеріне бірнеше ірілі ұсақты тонаушылық шабуылдар жасайды. Ал 1509-1510 жылдары Хорасандағы Сефеви иеліктеріне басып кіріп, Керман бекінісін жаулап алады. Осы шабуылдан соң 1510 жылдың қараша айында Исмаил шах бастаған қызылбастардың әскері солтүстік шығысқа Шайбан иеліктеріне қарай бағыт алады. Бұл уақытта Шайбани хан Герат өңіріндегі хазарларға қарсы жорық үстінде еді. Мұхаммед Шайбанидың әрекетін жіті бақылап отырған Исмаил шах Шайбани ханның Гераттағы әскери сәтсіздігі туралы ақпарат келген бойда әскерін жинап, солтүстік Хорасанға қарай бағыт алады. Шахтың әскері Мешхет, Туз, Нишапур, Сабзивар қалаларын басып алып, бүкіл солтүстік Хорасанды Шайбанилерден тазартып үлгереді. Қызылбастардың солтүстік Хорасанға жорығы кезінде Шайбани хан Мешхеттен 300 шақырым жердегі жақын аймақта Хазар тайпаларына қарсы арнайы әскери операция үстінде еді. Хазарларға қарсы жорыққа Шайбани хан бірнеше мың сарбаздан тұратын жасақпен аттанған тұғын. Ханның негізгі әскерінің бір бөлігі Мауреннахрда, Убайдулла сұлтанның қарамағында болса, қалған бір бөлігі Түркістан, Ташкент аймақтарында Қазақ хандығына қарсы әскери іс-қимылдар жүргізіп жатты. Жағдайды бағамдай келе, Шайбани хан қызылбастармен ашық шайқаспай, Мауреннахрдан көмек келгенше сол маңдағы Мерв қаласына бекінуге шешім қабылдайды. Бұл кезде біріккен қызылбас әскері бағытын солтүстік шығыстан солтүстікке қарай өзгертеді. Астарабад, одан кейін Серахс бекіністеріне жылдам әрі жойқын шабуылдар жасап, аз уақыттың ішінде бағындырады. Жаулап алынған Хорасан бекіністеріндегі бүкіл Шайбан әмірлері
шахтың әскерінен қашып Мерв қаласына келіп орнығады. Мұхаммед Шайбани өзінің туысы Бұхара әмірі Убайдулладан жағдайдың қиын екенін айтып, көмекке Мәуереннахрдағы 30 мыңдық негізгі әскерді аттандырсын деп бұйрық береді. Ал Исмайыл шахтың жер қайыстырар қалың қолы Мервке табан тіреп, қаланы қоршауға алады. Мұхаммед Шайбани Мервті бермей, ұзақ һәм өте табанды түрде қарсыласты. Қаланы тікелей шабуыл арқылы алуға тырысқан Сефеви әскері еш нәтижеге жете алмады. Ол кезде Бұхарадан Мерв бағытында 30 мыңдық өзбек әскері көмекке жіберілген тұғын. Алайда 1510 жылдың желтоқсан айында Мұхаммед Шайбани хан Мәуереннахрдан келетін қосымша күшті күтпей, Исмайыл шахтың арандатуына еріп, өтірік шегінген Сефеви әскерінің артынан қуа жөнеледі. Қызылбас әскерін қуу барысында Шайбани ханның жасағы Махмудабад ауылының іргесінде 17 мыңдық шах әскерінің қоршауында қалады. Қанды әрі өте белсенді қарсыласу нәтижесінде 5 мыңдық өзбек жасағы жеңіліс тауып, түгелімен қырылады. Ал Мұхаммед Шайбани хан шайқас кезінде ерлікпен қаза тауып, басынан айырылады. Шайқастан соң Исмайыл шах Мұхаммед Шайбанидің басын алып, одан шарап ішетін кубок жасайды. Денесін туыстарына Самарқанға жібереді. Шайбани ханның өлімінен соң Шайбан ақсүйектерінің берекесі қашып, не істерін білмей есеңгіреп қалады. Хорезмді басып алған қызылбастарға әскер жинап, қарсы тұрудың орнына бір тоқтамға келе алмай, жан-жаққа тарап кетеді. Шайбан ұрпақтарының бірлігі шатқаяқтап тұрғанын байқаған Исмайыл шах Әмударияны асып, Самарқандты жаулап алуды жоспарлайды. Дәл осы кезде Кабулдың билеушісі Ханзада Бабыр Исмайыл шахқа Самарқандты басып алу үшін көмек беруін сұрайды. Бабыр атасы Әмір Темірдің тағын қайтарғысы келетінін және Мәуереннахр халқының оны қолдайтынын алға тартады. Исмайыл шах Бабырдың өтінішіне оң жауап қатып, 1512 жылы Нәжми Сәни бастаған Қызылбас әскерін Бабырға көмекке аттандырады. Қызылбас әскері Әмударияны кесіп өтіп, Мәуереннахрдың астанасы Самарғанды, ардынша Бұхара шаһарын басып алады. Осылайша 1512 жылы Темір мемлекетінің заңды мұрагері Закириддин Бабыр Қызылбас әскерінің қолдауымен Самарқанды бағындырады. Алайда, уақыт өте келе Мәуереннахрдың халқы Бабыр мен Сефевилердің билігіне наразы болды. Өйткені Сефеви әскері Самарқан мен Бұхараны алғаннан кейін Исмайыл шах қала мешіттерінде құлшылықты шииттік ислам үлгісінде оқу туралы бұйрық шығарады. Оған қоса, жергілікті сунниттік исламды ұстанатын халықтың діни көзқарасын елемей, шииттік исламның қағидаларын енгізеді. Шахтың бұл әрекеті Мәуереннахр халқының жаппай наразылығын туғызады. Ал сөз жүзінде Самарқанд тағында отырған Бабыр шахтың бұл шешіміне қарсы шыға алмайды. Шахтың аталмыш бұйрығына Бабырдың қарсы шықпауы Самарқанд халқы үшін түсініксіз еді. Себебі бұған дейін жергілікті Мәуереннахр халқы жат жұрттық көшпелі Шайбани өзбектерге қарағанда Бабыр ханзаданы Самарқанд тағында көргісі келетін. Бірақ халықтың сүйіктісі Бабыр күн сайын абыройын жоғалта берді. Қызылбастардың жергілікті халық көзқарасын елемей, сүнниттік исламды екінші орынға қойып, шииттік заңдарды енгізуі наразылықтарға әкеп соқты. Осы уақытта Ташкен мен Мәуереннахрдың басқа аймақтарындағы Шайбан ақсүйектері бірігіп, Қызылбастарға қарсы тұруға шешім қабылдайды. Сол үшін Шайбан ақсүйектерінің бейресми басшысы болашақ хан Убайдулла Қазақ хандығының билеушісі Қасым сұлтаннан әскери көмек беруін өтінеді. Мәуереннахр билігін жат жұрттық шиит қызылбастардың басып алуы Қасымды да алаңдатады. Себебі алдағы уақытта Сефеви мемлекеті күшейіп, батыста Осман империясын ойсырататын болса, онда Исмайыл шах бар күшін шығыс бағытқа салып, Қасым иелігіндегі Түркістан аймағын алуға тырысатын еді. Сондықтан Убайдулла сұлтанның өтінішін қабылдап, көмек ретінде ұлы Әбілқайырды әскермен жасақтап Ташкенге аттандырады. 1512 жылдың көктемінде Убайдулла мен Әбілқайырдың біріккен әскері Бұхараны бағыт алып, жылдам шабыспен жүріп кетеді. Қазақ өзбек әскері Самарқан мен Бұхараны азат етіп, Бабыр мен Нәжми Сәнидің жасақтарын Әмударияның арғы бетіне шегіндіреді. Алайда 1512 жылдың күзінде Нәжми Сәни мен Бабырдың біріккен әскері Бұхараны басып алмақ ниетпен жорыққа аттанады. Қазақтар мен Шайбанилердің әскері оларды Бұхара маңындағы Гиждуван бекінісінде күтіп алады. Гиждуван түбіндегі шешуші шайқаста қазақ өзбек әскері қызылбастардың қосынын ойсырата жеңеді.
Шайқаста Қызылбас әскерінің қолбасшысы Нәжми Сәни қолға түсіп, сол жерде өлтіріледі. Ал Бабыр ханзада аман қалған жасағымен Кабулға қайтып оралады. Әскерін балыққа қарай шегіндірген Ысмайыл Шах Мәуереннахр үшін болатын шешуші шайқасқа дайындалады. Қасым Сұлтан да қарап жатпай 100 000 адамнан тұратын үлкен армия жасақтап, Әбілқайырды балыққа қарай аттандырады. Біріккен қазақ Шайбан әскері балыққа таяғанда, бас қолбасшы Әбілқайыр Сұлтан Ысмайыл Шахқа мынадай мазмұнда хат жолдайды. Қызылбастар қолбасшысы Ысмайыл Баһадүр ханның құзырына осы хатымды жолдаймын. Сізге қарсы Дешті Қыпшақтың падишахы, Жошы ұлысының билеушісі, жоғары мәртебелі Қасым ханның ұлы Әбілқайыр Сұлтан келіп тұр. Өз билігіңіз жүрмейтін аймаққа шығып батылдық таныттыңыз. Сіздің қолбасшылық қабілетіңіз бен асқан батырлығыңызды жоғары бағалай отырып, әскеріңізді балықтан кері бұруыңызды талап етемін. Ұлы хан сізді тұтқындау мақсатында мені жіберді. Алайда әкемнің сіз сияқты батыл жауынгердің жанын алғанын қаламаймын. Сондықтан мәнсіз соғыстан бас тартып, бұл аймақты өзбек билеушілеріне тапсырып, өзіңіз Иранға қайтып оралыңыз. Олай болмаған жағдайда, сенің басыңа аспан мен жерді төндіріп, әскеріңді жермен жексен етемін. Менің саған кеңесім, жастық шағыңды бағалап, мәнсіз соғыстан бас тарт. Қасым ұлы Әбілқайыр Сұлтан, 1512 жыл. Ысмайыл Шах өзіне тән батылдық пен ержүректілікке сай Әбілқайырдың кеңесіне құлақ аспай соғысуға шешім қабылдайды. Сонымен 1512 жылы Әбілқайыр бастаған 120 мыңдық қазақ-өзбек әскері Қызылбас әскерімен Майдан даласында соқтығысады. Қазақ әскерінің орталық бөлігінде бас қолбасшы Әбілқайыр Сұлтан болса, әскердің сол қанатын Бірім аталық басқарды. Ал қосынның оң қанатына Алып аталық басшылық етті. Ал Шайбан әскері артқы шепте орналасты. Орта Азиядағы ең құдіретті екі армия бір-бірімен Майдан даласында кезікті. Екі әскер де белсенді түрде қарсыласты. Шайқас нәтижесінде Шах әскері жеңіске жетеді, бірақ үлкен әскери шығындарға ұшырайды. Ал Қасымның ұлы Әбілқайыр Майдан даласында ерлікпен қаза табады. Екі жақта орасан зор шығынға ұшырап, өте көп әскерінен айырылады. Қазақ-өзбек әскері ауыр шығындармен Самарқанға қайтып оралады. Ал Ысмайыл Шах үлкен материалдық және адам шығынына байланысты ары қарай әскери іс-қимылдар жүргізуге мұршасы жетпейді. Осы шайқастан кейін Қызылбас әскері Мәуереннахрға енді қайтып аяқ баспайды. Ысмайыл Шахтың Балық түбіндегі қазақ-өзбек армиясымен болған шайқасы оның әскердің едәуір әлсіреуіне, артынша 1514 жылғы Шалдырын даласындағы Осман империясының сұлтаны Сәлім біріншіден ойсырай жеңілуіне алып келеді. Осылайша бірнеше жылға созылған Өзбек-Иран соғысы Мәуереннахрдың толық азат етілуімен аяқталады. Әбілқайыр Сұлтан бастаған 160 мыңдық қазақ-өзбек әскерінің Қызылбастардан жеңілісі Ысмайыл Шахқа Орта Азияға екінші мәрте басып кіруге жол ашқан болатын. Алайда, бұл шайқаста екі жақта, қазақ-өзбектер де, Қызылбастар да үлкен әскери материалдық шығынға ұшырағандықтан, ары қарай соғысты жалғастыруға ешкімнің де мұршасы жетпеді. Оған қоса, 1513-1514 жылы Сефеви мемлекеті мен Осман империясының арасындағы саяси жағдай ушығып, әртүрлі әскери қақтығыстардың туындауына себепші болды. Осыған байланысты Ысмайыл Шах негізгі әскери құрылымдарын елдің батыс шекарасына қарай жылжытты. Ақыры 1514 жылдың 23 сәуірінде Осман сұлтаны Сәлім біріншінің 140 мыңдық армиясы Үскідардан Тебриз бағытында жорыққа аттанды. 1514 жылдың 23 тамызында Сұлтан Сәлім мен Ысмайыл Шахтың әскері Шалдырын даласында кезікті. Бірнеше сағатқа созылған қиян-кескі шайқас нәтижесінде Османлы әскері жеңіске жете бастады. Шайқастың соңғы сағаттарында Қызылбас жасақтары ойсырай жеңіліп, Майдан даласынан қашуға айналды. Шайқас өзінің пайдасына шешілмейтін түсінген Шах уақыт жоғалтпай, әскерін тағдыр тәлкегіне тастап, өзі ел астанасы Тебризге қарай жылдам шабыспен жүріп кетті. Жауынгерлік ғұмырында алғаш осындай ірі жеңілістің дәмін сезген Ысмайыл Шах Тебризде де көп тұрақтамай, қаланы тастап, Хорасандағы көп бекіністерінің біріне барып жан сауғалайды.
Себебі Шалдырын даласындағы жеңілістен кейін Тебризде көп ұзамай құлайтынын Ысмайыл шах жақсы түсінді. Содан Шалдырын даласындағы жеңістен кейін Сәлім сұлтан бар болғаны 2 апта ішінде Тебризді алып, шаһарды тонауға ұшыратты. Аталмыш жеңіс Сәлім біріншінің абыройын еселесе, Ысмайыл шахтың билігі мен абыройын едәуір төмендетіп жіберді. Осылайша Ысмайыл біріншінің 1514 жылы Осман әскерінен тас-талқан болып жеңілуі, оның шығыс бағытқа, Мәуереннахрға екінші рет жорық жасау туралы жоспарын жоққа теңеді. Ал Қасым сұлтан болса, 1513 жылы Орталық Азияның қауіпсіздігін нығайтып, Қызылбастардың кезекті жорығына дайын болу үшін Шайбанилермен бейбіт келісімге келеді. Мәуереннахрдағы тұрақтылық пен тыныштықты қалпына келтіруге бағытталған іс-шараларды қабылдайды. Осы мақсатта Қызылбастармен соғыста Шайбан ақсүйектерін біріктіріп, белсенділік танытқан Мұхаммед Шайбанидің жиені Убайдолла сұлтанға қызын тұрмысқа береді. Осылайша екі ел арасындағы бейбіт келісімді неке арқылы бекітеді. Сонымен қатар Убайдоллаға Самарқанд тағына отыруға саяси қолдау көрсетеді. Содан 1512-1513 жылдары бұрынғы Бұхара әмірі Убайдолла сұлтан Қасым ханның қолдауымен Мәуереннахрдың ханы болып сайланады. Бейбіт келісім бойынша Қасым хан Убайдоллаға бүкіл Мәуереннахр шаһарларын қайта біріктіруде әскери қолдау көрсетуге келісті. Ал Убайдолла хан кезінде Мұхаммед Шайбани хан жариялаған ғазауаттың күшін жойып, қазақтармен сауда-саттықты қайта жаңғыртуы тиіс болды. Сонымен қатар Убайдолла хан Дешті Қыпшақтағы билікке таласпайтынын және қазақ ауылдарына тонаушылық шабуылдар жасамайтынын айтып, Қасым ханға уәде берді. 1514 жылы Моғолстан билеушісі Саид хан бұрынғы Шағатай ұлысын қайта біріктіру ниетімен Қасым ханға Шайбан иеліктеріне бірігіп жорық жасау туралы ұсыныс тастайды. Алайда Қасым хан белгілі себептерге байланысты Моғол билеушісінің өтінішінен сыпайы түрде бас тартады. Ал Қасымның жорықтан бас тартуы Саид ханның бұрынғы Моғолстанды қайта біріктіру туралы жоспарына нүкте қояды. Моғолстандағы ұзақ жылдарға созылған азаматтық соғыс елдің әскері мен экономикалық әлеуетін әбден әлсіретіп біткен болатын. Мемлекет ыдырау алдында тұрғанды. Міне осы үшін Саид хан Қасым сұлтанның әскери қолдауына қатты зәру болды. 1514 жылдың көктемінде Шайбан билеушісі Убайдолла хан Мәуереннахрдағы билікті қолына алғаннан кейін Әндіжанға жорық жасап, Моғолстан ханы Саидті ол аймақтан қуып шығады. Мәуереннахрдан қуылған Саид хан Шығыс Түркістанға қашып, жаңа Моғол хандығы атты мемлекеттің негізін қалайды. Моғолстанның әлсіздігін пайдаланған Қасым сұлтан оңтүстік Жетісуға жорық жасап, Ыстықкөлге дейінгі жерлерді бағындырады. Қасымның Моғолстан ханына емес, қазақтарды кәпір деп айыптап, ғазауат жариялаған Шайбанилерге көмек беруінің астарында Қасымның жеке өмірлік көзқарастары жатқан еді. Қасым үшін көшпелі Шайбан өзбектер сарт өзбек тәжіктер мен шығыс түркістандық ұйғырларға қарағанда жақынырақ болды. Қазіргі кезде мақалға айналып кеткен өзбек өз ағам, сарт садағам тіркесі дәл осы Қасым ханның аузынан шыққан болуы мүмкін. Себебі Қасым ханның психологиясы, оның дүниетанымы нағыз көшпелі адамның, дала жауынгерінің дүниетанымы еді. 15 ғасырдың 40 жылдарында дүниеге келіп, бүкіл ғұмырын ұлы далада көшпелі өмір салтымен өткізгендіктен қала өмірін таңдаған Моғолстан хандарын ұната бермейтін. Міне осы себептерге байланысты Қасым хан моғолдардан гөрі туыстас көшпелі Шайбан өзбектерге үлкен саяси әскери қолдау көрсетті. 1513 жылы Дешті Қыпшақтың билеушісі Қасым сұлтан ресми түрде ақ киізге көтеріліп хан сайланады. Бұған дейін қазақ хандығының ресми ханы Бұрындық болғандығын. Ал 1512 жылы Бұрындықтың Самарқанға қоныс аударуы Қасым сұлтанға ендігі кезекте ресми түрде хан атануына жол ашты. Қасымның хан көтеру рәсіміне 1200-ге жуық әмірлер мен билер жиналды. Дәл осы жылы атақты Ноғай биі Мұса мырзаның Алаш пен Ағыш атты ұлдары Қасым ханның билігін мойындап, Қасымның хан көтеру рәсіміне қатысты. 1512 жылы Қасым ханға бағынышты халық саны 700 мыңнан асқан болады. Соңғы бірнеше жылда Дешті Қыпшақта Қасымның билігі күшейіп, атақ даңқы артып, жақтастары күннен күнге көбейе берді. Қасымның билігін мойындағандардың арасында ықпалды маңғыт билері Алаш пен Ағышта болды. Ноғай мырзалары Қасымның билігін мойындағаннан кейін, олардың иелігіндегі 300 мыңға жуық маңғыт ноғай рулары қазақ атауын алды. Маңғыт руларының Қасым билігін мойындап қазақ атануы
қазақ мемлекеті халқының санын тарихта алғаш рет 1 миллион адамға жеткізді. Сонымен 1514 жылы елдің оңтүстігі мен оңтүстік шығысындағы геосаяси мәселелерді бір жақты еткен соң, Қасым өз назарын солтүстік бағытқа, Батыс Сібір аймағына салады. 1514 жылдың екінші жартысында Сібір хандығына қарсы жорыққа дайындықты бастайды. Батыс Сібір аймағын 13 ғасырда Шыңғыс хан әскері басып алғаннан кейін Шайбан ұрпақтары мен Тайбұға бидің ұрпақтары кезек-кезек басқарып келді. 13, 14, 15 ғасырларда бұл аймақ Алтын Орданың құрамында, көп жағдайда Шайбан ұрпақтарының қол астында болды. Ал 15 ғасырда Жошы ұлысы құлағаннан кейін бұл жартылай автономиялы Батыс Сібір аймағы Әбілқайыр мемлекетінің құрамына кірді. 1468 жылы Әбілқайыр ханның қазасынан соң Батыс Сібірдегі билікті Шайбани Ибақ хан басып алды. Алайда 1495 жылы ол Тайбұға ұрпағы Махметтің қолынан қаза табады. Осылайша 1495 жылы Сібірдегі бар билік қайтадан Тайбұға ұрпақтарының қолына өтті. Шамамен 1514-1515 жылдары Қасым ханның жер қайсырар қалың қолы Батыс Сібір аймағына табан тіреп, бұл аймақтан Тайбұға ұрпақтарын қуып шығады. Қасым ханның Сібірге жасаған жорығы нәтижесінде Батыс Сібірдің Туре, Қашлық, Қызыл Туре қалалары қазақтардың иелігіне өтеді. Жалпы бұл жорық жайлы нақты деректер жоқ. Алайда Қасым ханның кезінде дәл осы Сібір хандығының билеушілері өз иеліктерін тастап Московияға қашып кеткені туралы ақпарат бар. Бұған қоса 16 ғасырда өмір сүрген тәжік жазушысы Зайнеддин Васифидің жазуы бойынша 1516-1517 жылдары Сібірдегі Шайбан сұлтандары қазақ хандығына қарсы жорық ұйымдастырған. Дәл осы мағлұматтарға сүйене отырып, Шайбан сұлтандарының әскери шабуылы Қасым ханның Сібірді басып алуына қарсылық ретінде туындады деп болжай аламыз. 16 ғасырдың екінші 10 жылдығындағы қазақтардың Сібірге жорығының арқасында Шығыс Дешті Қыпшақ даласындағы бар билік Қасым ханның қолына өтеді. Қасым ханның ендігі мақсаты Еділ мен Жайық арасын, бұрынғы Жошы ұлысының мәдени-экономикалық орталығын қайтару болды. Бұл аймақты билеген Маңғыт билері 1202 жылы атақты Мұса бидің өлімінен соң қазақ хандарының билігін мойындағанымен қолайлы жағдай туған бойда бағынудан бас тартып қарсы шығып отырды. Осы себепті 1518-1519 жылдары Қасым хан Батыс Қазақстанда өз билігін түпкілікті бекітуді ұйғарып, Маңғыт билеріне қарсы үлкен әрі соңғы жорыққа дайындықты бастайды. 1519 жылдың наурыз-сәуір айларында 100 мыңдық үлкен армия жасақталып, Қасым ханның бастауымен батыс бағытқа, Қажы Тархан бағытында жолға шығады. Араға бірнеше ай салып, яғни 1519 жылдың маусымындағы шайқаста маңғыттардың негізгі күштері Қажы Тархан маңында жеңіліске ұшырайды. Бірнеше айға созылған соғыс нәтижесінде Қасым әскері Еділ мен Жайық арасындағы көптеген ірілі ұсақты қалалар мен бекіністерді бағындырады. Сонымен қатар Алтын Орданың астанасы болған ұлық ұлыс халқы үшін қасиетті саналатын Сарай қаласында басып алады. Қасым хан Сарай Батуды басып алу арқылы Алтын Ордадағы биліктің символы болған Сайын ханның қасиетті алтын тағын Ұрыс хан ұрпақтарына қайтарады. Ал жеңіліске ұшыраған Ноғай мырзалары Қырым хандығына бас сауғалап, Мұхамбет Герей ханды паналайды. Осылайша Қасым хан 16 ғасырдың екінші 10 жылдығында Жошы ұлысының Ұлан-Ғайыр даласында ең алғаш үлкен қазақ мемлекетінің негізін салды. Өйткені дәл осы Қасым ханның кезінде қазақ хандығының аумағы қазіргі заманауи Қазақстан Республикасының территориясымен теңесті. Оңтүстікте хандықтың шекарасы Ыстықкөлге дейін жетсе, солтүстікте Томбыға дейін созылып жатты. Батысында Қажы Тарханға шейін жетіп, бүкіл Шығыс Дешті Қыпшақ даласына жайылды. Қасым мемлекеті территориялық тұрғыдан Жошы ұрпақтары, яғни ханның туыстары басқаратын 10 шақты әкімшілік аймақтарға бөлінді. Әрбір әкімшілік аймақ 50-60 мың отбасыдан тұрды. Ал аймақтар өз ішінде 10 мың отбасыдан тұратын кішігірім ұлыстарға бөлінді. Әр ұлыстық аймақтың басында хан тағайындаған сұлтандар тұрды. Шыңғыс ұрпақтары, яғни сұлтандар, елдегі сот һәм әскери билікті басқарып, тікелей жоғарғы ханға бағынышты болды. Ал хандықтың әскері ханның тұрақты жасағынан, сұлтандардың жасақтары мен ұлыстардағы әскери бөлімдерден құралды. Қасым ханның кезінде 1 миллион халқы бар қазақ хандығының әскері 300 мыңға жетті. Әрине, жорықтарға ешкім 300 мыңдық жасақмен аттанбады.
бірақ ханның бұйрығымен кез келген сәтте 150-200 мыңдық әскер жасақтауға мүмкіндік туды. Бұндай үлкен әскердің болуы Қасым ханға аймақтағы кез келген геосаяси шиеленіске араласуға мүмкіндік берді. Мемлекеттік аппарат пен хан әскерін керек жарақпен жасақтауға 15-16 ғасырларда жергілікті халықтан алым салық жиналып отырды. Отырықшы халықтан жиналатын бадж бен хараш салық түрлері болды. Ал елдің көшпелі халқы жалпы малдың 5% мөлшерінде салық төлеп отырды. Алым салық жинау жергілікті билік органдарына жүктелді. Салықтың мөлшері мен тәртібін көп жағдайда билер бекітіп отырды. 16 ғасырдың 10 жылдары Қасым ханның тікелей араласуымен Қасым ханның қасқа жолы атты заңдар кодексі жасалды. Аталмыш заң жинағы бізге белгілі 5 негізгі бөлімнен тұрды. Олар: мүлік заңы, қылмыстық кодекс, әскери кодекс, елшілік ғұрпы, жұртшылық заңы сияқты елдегі қоғамдық қатынастарды реттеуге бағытталған баптардан құралды. Алайда, жоғарыда сипатталған саяси жүйе, заңдар жинағы уақыт көрсеткенде тұрақсыз һәм тиімділігі аз болып шықты. Жүйенің тұрақсыздығы 1521 жылы Қасым ханның өлімінен соң анық байқалды. Өйткені бар болғаны 5-6 жыл ішінде Қасым хан құрған алып мемлекет оның қазасынан кейін бірнеше бөлікке бөлініп ыдырап кетті. Қасым ханның қайтыс болуы ұлыстағы жорж ұрпақтарының, билер мен әмірлердің бірлігіне сызат түсіріп, хандықтың әбден әлсіреуіне әкелді. Содан 1524 жылы Маңғыт билері Алаш пен Ағыш қазақ хандығынан бөлініп, Ноғай жұртын алып көшіп кетті. Кейінгі жылдары қазақ билеушілері Сібірдегі иеліктерінен де айырылып қалды. Тақ үшін болған күресте Қасым ханның мұрагері Мамаш хан қайтыс болды.